Абу Ханифаның әкесі өте қатты бай адам болған. Мынандай мата сатумен айналысқан ол кісі. Сол матаны сату барысында ол кісі өзіне көмекке баласын шақырып алып отырады екен. Ол кезде Абу Ханифа кішкентай ғана жасөспірім бала. Сөйтіп арасында әкесі кетіп қалған кезде жаңағы дүңгіршекке келіп, дүкенге келіп отыратын болған. Сөйтіп бір күні имам Шаби жаңа дүкеннің ішіне кіріп келсе, имам Абу Ханифа бір сауда-саттық мәселесінде жас бала ғой, сатып тұр ғой. Сатып алып тұрған адаммен бір сөзге келіспей тұрады. Соны имам Шаби сыртынан көріп қалады да, баланың фихтан әлі білімі жоқ екенін байқап қояды. Бірақ имам Абу Ханифа сол кезде Құранды толық жаттаған қари болған. 5-6 жасындағы бала. Ислам дінінде баланы 5-6 жасқа дейін Құран жаттатып қояды. Бұл өзі исламның бұрыннан келе жатқан дәстүрі. Сондай жол. Қай ғалымды алмаңыз, қай ғалымның өмірбаянын оқымаңыз, ол ғалымдардың. Барлығы тура сол. 6-ға дейін, 5-ке дейін Құран жаттайды, 8-9-ға дейін хадис ілімін бітіреді, сонымен ары қарай басқа ілімдерге кете беретін болды. Оны имам Бұхари өзінің Адабул Муфрат деген кітабында келтіргендей, пайғамбар алейхиссалату вассаламның хадисінен алып отыр. Пайғамбар алейхиссалату вассалам өсиет етіп кеткен бала тәрбиесінде бізге. Мән таалламал Құран ва хуа фатию син халатахуллаху биллахмихи ва азмихи дейді. Кімде бала кезінде Құранды игеріп алса дейді, Алла тағала сол бала кезіндегі игерген Құранын дейді, оның етіне және сүйегіне сіңдіріп жібереді деген. Бала кезде 5-6 жасар бала Құранды сол кезде жаттап қойса, ана Құран мына жерде емес, бүкіл тұла бойына сіңіп кетеді екен. Ұмытпайды деген сөз ғой. Талабул илми фис-сигари кан-нақши алал хаджари дейді ғой ғалым. Кішкентай кезде ілім оқыған адам тура ана тасқа қашалып жазған жазу іспеттес дейді. Ол өшпейді ешқашан. Талабул илми фис-сигари кан-нақши алал мади дейді. Кім үлкен жасқа келіп қалып ілімді игерем десе дейді, ол суға жазған жазумен тең дейді. Ол деген қанша жерден ілім алса да, ол ана суға бүйтіп жазып алып қалсаң қолыңдан өшіп қалатын сияқты тез кетіп қалады дейді. Өсіп кеткеннен кейін ол қонбайды. Екіталай. Алла бір назар түсіп, бір керемет біреулерге беріп қалмаса, көпшілікке негіз бере бермейді үлкен жасқа келген кезде. Бірақ тырыса беру керек. Осы хадиске амал етіп, Абу Ханифаларда 5-6 жастарында Құран жаттап қойған. Ол кісінің Құран етіне, сүйегіне араласып бітісіп кеткен ғой. Бірақ фихты білмеген әлі. Сол кезде имам Шаби, сол кезде Куфаның номер 1 ғалымы айтқан екен: балақай, сен қай машайықтардың алдына барып сабақ оқып жүрсің деген. Сол кезде айтыпты имам Абу Ханифа: бала ғой, мен әлі ешқандай машайықтардың алдына барып сабақ оқып жүрген жоқпын депті. Мен саған бір кеңесім бар балақай депті. Егер тілімді алсаң, машайықтардың алдына барып ілім ал, олардың ілімін жаз, әдебін үйрен. Өткені мен сенен бір нәрсе байқадым дегенде, Алла саған ерекше зейін, ақыл, парасат беріп қойыпты. Мен үміт етем, сенен бір үлкен ғалым шығады деп. Ана бір ауыз демеу сөз айтып кеткенде кетіп қалған ғой. Абу Ханифа айтады ғой, осы сөзден кейін дейді, Алла тағала ана имам Шабидің сөзін маған пайдалы қылды да, менің ана ойымда қалып фақихтардың алдына бару керек деген. Сөйтіп мен сол күннен бастап әкеме қызметші алыңыз, мен ілім оқимын деп фақихтардың алдына барып ілім оқитын болдым дейді. Базарға мүлдем бармайтын едім дейді. Базарға тек қана бір-ақ жағдай үшін ғана баратын едім. Шариғаттағы сауда-саттық мәселесінде бір нәрсені түсінбей жатсам, соны практикада барып көріп қайтайыншы деп базарға бір кіріп шығатын едім дейді. Одан бөлек базарға жоламай қойдым дейді. Қараңыздар, бір ауыз сөз адамға қандай әсер етіп кетеді екен.
Сол имам Абу Ханиф айтады, имам Шағбидің бір ауыз сөзіне бола мен ілім жолына түсіп кеттім дейді ғой. Ілім жолына түсіп кеткенін қараңыз, имам Шағбиға Алла разы болсын дегенді бәріміз. Осындай ұлы имамның шығуына себепкер болып кетті да, бір ауыз сөз қандай ұлы имамды берді да бізге. Ғалымдар айтады, бір ауыз сөздің әсері дейді, адамға өте кейде ерекше болып кетуі мүмкін. Бұл негізі жалғыз ғана оқиға емес қой, бір ауыз сөздің адамға әсер еткенде. Имам Субки деген ғалым болған. Имам Захаби деген ғалым болған. Захаби кішкентай ғана бала екен да. Бір жазу жазып отырған ғой. Сол кезде имам Субки ол кезде үлкен ғалым. Имам Субки айтқан екен, балақай, сенің мына жазуың не деген көркем? Дәл мұхаддистердің жазуына ұқсайды екен деген. Мұхаддис деген хадис жазушылар ғой. Үлкен ғалымдар, пайғамбардың хадистерін жазып жүрген ғалымдар. Сол кезде Захаби айтады да, мен ойланып қалдым дейді да, мұхаддистер деген кімдер? Хадис деген не ілім? Мен зерттейінші осын деп, хадис іліміне басымен кіріп кетіп, хадис ілімінде ұлы имам болып кеткен ғой, имам Захаби деген. Сиару Аламу Нубала деген үлкен 30 томнан астам кітап жазған, мыңдаған кітаптар жазып тастаған үлкен хадис ілімінің ғалымы. Бір ауыз сөз имам Субкидің, сенің жазуың, балам не деген көркем, мұхадистердің жазуына ұқсайды екен деп еді, кетіп қалды сонымен. Анау бүкіл өмірін төңкеріп жіберген сөз. Кейде адамдар сол бір ауыз сөзге мұқтаж болып тұратын кез болады. Елемей өтіп кетіп жатамыз да. Бір насихатыңды күтіп тұрады. Дөп түсіп айта салатын бір сөзіңді дайындап жүрсең сен, сол кезде ұтып кетесің да, қаншама адамға пайдаң тигізіп кетуі мүмкінсің, бір адам арқылы. Сенің насихатың арқылы түзеліп кетсе, «Мән дәллә аля хайри фалаху мисла аджру мисла фаилихи» дейді. Кім деген бір адамды жақсылыққа нұсқап жіберсе дейді, сол жақсылықты жасаған адамдардың сауабымен бірдей сауап алып отыра береді дейді. Нұсқап жібере салу керек. Үлкен сауап.